Нихао. Маринеттің үйіне, Маринеттің үйіне қош келдіңіз. Сіз қытайлықсыз ғой. Жоқ, Хуан Минлайта Очача. Тоқта, олай емес. Қош келдіңіз. Менің есімім Маринет. Ай, сұмдығай. Хуан Линг Лейта Очича, ода Минчача Маринет. Тихуа чинка, 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 тека, чинка, тека. Чинка. Аля, көмегің керек. Анамның көкесі келген. Ол туралы саған айтқам. Қолымнан түк келер емес. Не істесем болады? Ойымдама, Маринет. Қазір бәрін реттеймін, сәл шыдай тұр. Рахмет. Сен керемет. Сонда не істейсің? Сәлем, Маринет. Адриан, сен бе? Не істеп? Алия хабарласты. Қытай тілін білетін біреу керек деді. Міне аудармашы әміріңізге қылдық. Жоқ, яғни жақсы болды. Айтпақшы, Алия қайда? Чен Сифу, Чен Че Цей Цилай Палима? О сан ши найн худе ди хулай. Ну шуа юкол люде жанхуа. О, Шеше Сифу. Сендердің тілде біраз сөйлей алам. Біздің тілде сөйлейтініңізді білмеппін. Не? Мен де білмедім. О, жоқ, мен аса жақсы білмеймін. Бас аспаздардың сайысы басталып кетті. Әлемге танымал аспаздар өздерінің керемет шеберліктерімен елді таңғалдыруда. О, Чен Сифу, сізді елімізде көргенімізде қуаныштымыз. Ең мықты деген аспаздармен сайысқа түсетін боласыздар. Керемет емес пе? Тек бір ғана қатысушы жеңімпаз атануға лайықты. Жеңімпаздың дайындаған тағамы Ля Гран Париж мейрамханасының ас мәсіріне енгізілетін болады. Чен Сифу, сайыста қандай тағам жасайтын боласыз, айтыңызшы. Ничияқ Джунбей Шанмецай. Тағамның атауы аспан түстес сорпа деп аталады. Солай ма? Аңызға айналған сорпаңыз жайлы көп естідік. Енді міне бүгін дәмін тататын боламыз. Сізбен барайын ба, Чен Сифу? Жоқ, рахмет, Адриан. Аспаздар ас үйде тілдеспейді. Рахмет, Адриан. Сені босқа әуреге салдым. Оның біздің тілімізді білетінін білмедім. Жоқ, Маринет. Қайта қытайшамда бір пысықтап алдым. Чен Сифудың өзімен тілдестім. Сифу? Қытайша шебер дегенді білдіреді. Анаңның көкесі мықты шеберлердің бірі. Бұл кім тағы? Менің сүйікті құрбым Маринет Дюпен Чен ба? Әзілдеп жатсың ба, әлде сенің атаң расымен бір сорпа жасап жеңімпаз атанам дей ме? Сорпа негізі тағамға жатпайды. Ол өзі суши жасай ала ма екен? Сушиді Жапонияда жасайды Хлоя, ал Чен Сифу қытайлық. Айтпақшы, менің бұл атам әлемдегі ең мықты аспаздардың бірі. Оның сорпасын бүкіл әлем біледі. Мен сорпа ішпеймін. Менді не қыл дейсің? Айтпақшы, қазылар алқасында мен отырам, атаңа мен даусымды өлсем де бермеймін. Солай ма? Оған жеңу үшін сенің даусыңның қажеті шамалы. Басқа қазылардың талғамы бәрібір басқаша. Бірақ мына киім кейісіне қарасам талғамың жоқ сияқты. Не? Менімен бүйтіп сөйлеуші болма. Кейін қатты өкінетін боласың. Мәз саған, Чен Сифуға керемет болыстың. Саған риза болар еді. Білмеймін. Мен оған ұнамаған сияқтымын. Жоқ, олай деме. Ол мен сыйлаған гүл шоғының жапырақтарын жұлып тастады. Чен Сифу бас аспаз Маринет, шығармашыл адам. Сорпаға гүл қосам деп айтып қалған. Ерекше жасаған ұнайды деді. Сондай бір тәсілі бар екен. Бәлкім ол сенің гүліңді айтқан шығар, кім білет? Оған ұнады деп ойлайсың ба? Шынымен? Әрине, бәлкім жылы лебізін саған солай жеткізген болар.